Мурат Мутурганов таланттарды іздеуде. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері цирк өнерін үйренем деушілерге барлық қыр-сырын ашуға дайын. Осы мақсатпен ол цирк студиясын ашты. Жаңа білім ордасының тәлімгері атану үшін бірнеше талаптарға сәйкес болу қажет. Каждый ребенок он талант. Әрбір бүлдіршінің бойында табиғат берген дарыны болады. Біздің мақсатымыз оны анықтап, одан әрі дамыта түсу. Ал ересектерге келетін болсақ, біз цирк әртісі бола алатын адамдарды таңдаймыз. Барлығы 20 адам іріктеліп таңдалады. Яғни 2 оқу тобында 10 адамнан сабақ алады. Алғашқы кезеңде құрылған 2 топ тегін білім алатын болады. Олардың сабақтары таңертең және күндізгі уақытқа белгіленбек. Ал студияның ұстаздарына келетін болсақ, олар ісінің нағыз мамандары деп сендірді Мурат Мутурганов. Они все Тәлім берушілердің барлығы цирк сахнасында 5 жылдық тәжірибесі бар мамандар. Ең бастысы олардың өздерінің балалары бар. Яғни өзге балаларға селқос қарамайды. Бүлдіршінмен қалай тіл табысу керектігін, мұқият жұмыс жасау керектігін біледі деген сөз. Айта кетейік, акробатика, гимнастика, жонглерлеу және тағы басқа цирк өнерінің негіздері тұңғыш елбасы қоры ғимаратында өтетін болады. Болашақта студия түлектеріне ресми сертификаттар табыс ету мәселесі де қолға алынбақ.